Сәлем достар, бүгін үй жағдайында өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын лепешки дайындайтын боламыз. Менің парақшама тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Алдын ала ыдысымызға тұзымызды саламыз. Оның үстінен жылы суымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Және бір қасық қантымызды саламыз. Майымызды және 2 қасық майонезді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын салып аламыз. Електен ұнымызды өткізетін боламыз. Және бір 20 грамдай ашытқымызды салып, қамырды мен бірінші қасықпен басы біріккенше, одан соң қолмен иілеп, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямын. Менің қамырым 1,5 сағаттан соң осылай әдемі болып көтеріліп ашып шықты. Барлығын ұн сеуіп, кішкене осылай түсіріп аламыз. Оны бірнеше бөліктерге бөлдім. Менде 4 дана шықты. Барлығын золаға келтіріп, тағы да бетін жауып, 10 минутқа қойып қойдым. 10 минуттан соң осылай пергаментный бумаганың үстіне осындай ортасын басып, лезвоның көмегімен шеттеріне осылай кесіп шығатын боламын. Ортасын кішкене осылай басамыз. Жұмыртқамызды алып, бетіне жағып шығатын боламыз. Қалауыңызша үстіне күнжіт сепсеңіз де болады. 200 градусқа 20-25 минутта пісіп шығатын болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Дайындап көріңіздер, ас болсын.